Ақмола облысы мәдениет басқармасының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы жазғы барлау жұмыстары барысында Бурабай ауданындағы жаңадан анықталған Абақай Сақ ғибадатханасына зерттеу жұмыстары басталды. Еуразия ұлттық университетіне келген жас ғалымдарымыз бен магистранттарымызға сәттілік тілейміз. Көптеген ғылыми жаңалықтар болсын. Бұл жаңадан анықталған Сақ ғибадатханасы қирау үстінде қорғау құтқару жұмыстары мен зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттеу жұмыстары біткен соң мұртты қорғандар, көптеген қорымдар қалпына келтіріліп, болашақта киелі жерлердің қатарына еніп, халықтың көп зиярат ететін орнына айналмақ. Мы приступили к исследованию комплекса Абакай, расположенного в Бурабайском районе Акмольской области. Комплекс состоит из нескольких разновременных погребальных объектов. Это каменные курганы, относящиеся к эпохе раннего железного века, это и курганы с усами, также предположительно мегалитические конструкции, возможно, позднего бронзового века. Все эти погребения будут нами исследованы, хронологически атрибутированы. После проведения исследовательских работ будут реконструированы, рекультивированы исследованные объекты. Изучение этих объектов позволит нам открыть новые страницы в истории нашего региона, а также повысить привлекательность в туристическом плане.